Мен өзімді ұлтшыл патриот адам ретінде қараймын. Солтүстікке көшіп, сол жақтағы қазақтардың санын арттыру деген дүниелер неге сөз жүзінде ғана айтылып жатыр? Күйбең тіршіліктен келген адам солтүстіктің өміріне келгенде жатырқау мүмкін деп. Мен өзімді нағыз көшпендінің ұрпағы ретінде есептеймін. 4 балам Қазақстанның 4 жағында дүниеге келген. Бурахан осы солтүстікке қазақтарды көшіріп жатыр. Солтүстікке көшіп келген адамға үйді беретін, жұмыс беретін, субсидия ақшасын беретін мен емес. Біздің жаңағы Аттылы, Атилла, Томирис, Чыңғысқа білге қаған күлтөгін бәсекелестік бар жерде даму болады. Ұлтың болмаса тілдің де боққа қажеті жоқ. Менің ата-бабаларымның бәрі сақалды болды. Негізі солтүстік өңір оңтүстіктегілер үшін бір ашылмаған арал, бір ну орман көрінеді. Қазақтың бейіткүстар тұлғаларының көбі солтүстікте шыққан. Қыз балалардың білім алуға міндетті емес деп. Дін мәселесіне келген кезде мен өте толерантты адам. Егер жау кіріп келетін болса, кім тәңіршіл, кім дінсіз, кім мұсылман, бұл үш маңызсыз. Біз біріншіден қазақпыз, қан маңызды. Баршаңызға сәлем, бұл Ойла подкаст. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Бурахан Дақанов. Ассалаумағалейкум, Бурахан мырза, қош келдіңіз. Армысыздар, шақырғандарыңызға рахмет. Енді осы қысқаша әңгімемізді бастамас бұрын өзіңіз жайлы бірер ақпар біліп өтсек. Жалпы қай жердің тумасысыз, қазіргі таңда немен айналысасыз, негізгі мамандығыңыз не? Мен жалпы негізі 1992 жылы осы Алматы қаласында, мына жердегі қалқамандағы перзентхана дүниеге келген. Кіндігім Шымбұлақта жатыр, бірақ өзім сосын Шығыс Қазақстанда Аягөз деген жердің маңайында Башықтас деген ауылда өсіп өндім. Одан кейін Талдықорғанға көшіп келдім, қайтадан Жетісуға. Қазір солтүстікте өмір сүріп жатырмын. Және соңғы уақытта осы айналысып жүрген ең басты дүниелерінің бірі осы солтүстікке адам көшіру. Яғни солтүстіктегі жаңағы қазақтардың санын арттыруға, сол жақтағы қазақи идеологияның артуына сеп болу, яғни үлесімді қосу деген мақсатта сол мәселеде жұмыс жасап жүрмін дәл қазіргі уақытта. Мамандығыңыз не? Жалпы негізі мамандық дейтіндей менде белгілі бір мамандық жоқ. Кезінде жастықтың желімен оқымадық, қысқасы диплом ештеңем жоқ, бірақ ел қатарлы жаңағы жұмыстармен айналысып сөйтіп жүрген жайымыз бар қазір. Жақсы, енді бағана теріскейге қазақтарды көшіруді дәріптеп жүрсіз ғой, енді насихаттап көбіне әлеуметтік желіде де мысалы жиі айналысасыз, яғни соңғы уақытта ғана емес, бұрыннан осымен айналысып келе жатсыз, біраз уақыт болды. Жалпы сізге бір сұрақ еді, бұған дейін де сұраған шығар, қазіргі таңда осы соңғы оқиға уақытпен келетін болсақ, солтүстік Қазақстанға сіз көшіп бардыңыз. Содан бері не өзгерді ол жерде? Салт дәстүрінде болсын, жалпы тағы да басқа мәселе. Қазір сіз көшіп барғанда ол жер қандай еді, қазір қандай өзгерістер бар теріскейде? Жалпы негізі мына біздің солтүстік Қазақстан өңірлері туралы оңтүстікте отырған азаматтар, өзіміздің қазақтардың көбінің пікірі дұрыс емес жалпы. Көбі негізі ойлайды бізді бір солтүстікте орыстанып кеткен, бір суық, бір Сібір ретінде елестетеді. Жалпы олай емес. Біздің солтүстік Қазақстан облысында жаңағы нақты бір статистикалық сөздермен айтатын болсам, бізде шамамен бір 530-540 мың адамдай адам тұрады. Сол адамның енді шыны керек 30%-тен астамы қазақ, қалғандары өзге ұлт өкілдері. Жалпы негізі біздің солтүстік Қазақстан облысында жаңағы атам заманнан бері есілдің оң қанатын, ар қанаты сол қанатын керейлер мекендеген. Көптеген мына қазақ ауылдардың бәрі сол Есіл өзенінің маңында орналасқан. Жалпы бір өзге ұлт өкілі жоқ ауылдар бар бізде. Яғни қазақылық жағынан біздің оңтүстік жақтан да кем емес, тек салыстырмалы түрде аз. Енді не айтсам болады, мен жаңағы өзімнің жеке бір көшіп барған ретінде, үлгі ретінде ештеңе демеймін. Жалпы негізі солтүстік Қазақстанға осы уақыттың соңғы 2-3 жылдың ішінде көшіп барған азаматтардың арқасында не өзгеріп жатыр деген сияқты дүниелерге жауап беруге тырысайын. Енді біріншіден басында айтып өткенімдей бізде солтүстік Қазақстан облысында қазақ ұлтының өкілдері өте аз. Және оңтүстіктен келген азаматтардың арқасында бізде солтүстік Қазақстандағы қазақ тілге деген сұраныс
қазақ тілге деген сұраныс артты. Жаңағы көптеген тек қана көш мәселесі деген ол тек қана идеология емес, жаңағы қорғаныс жағы емес. Мысалы дәрігерлерді көшіру арқылы біздің көшіп келуші азаматтар солтүстік Қазақстан облысының жаңағы денсаулық саласына да, мұғалімдерді көшіру арқылы білім саласы, жаңағы басқа да қызметкерлерді көшіру арқылы немесе жай кәсіпкерлерді көшіру арқылы біз солтүстіктегі жаңағы бәсекелестікке қабілетті орта тудыру мәселесі бойынша, яғни экономикалық жағына да үлкен сеп тигізіп жатырмыз деген ойдамын өз басым. Қысқасы өте бір нәтижелі дүние болып жатыр деген есептеймін өзім. Енді бағана айтып қалдыңыз ғой, қазақ тілі мектептеріне деген жалпы тағы да басқа бір сұраныстар болып жатыр дедіңіз, енді оны қазір тиісті деңгейінде орындап жатыр ма? Мемлекет тарапынан қандай да бір қолдаулар бар ма? Жалпы негізі бұл солтүстікке көш мәселесі, бұл үкіметтің ойлап тапқан, үкіметтің шығарып бекіткен бағдарламасы. Яғни осыдан жаңағы кезінде Назарбаевтың заманында да жаңағы нұрлы көш деген болды. Одан кейін еңбек бағдарламасы, қазір енді аты ауысқанымен заты ауысқан жоқ. Қазір қуатты өңірлер, қуатты Қазақстан драйвері деп аталатын программа бар. Ол программа бойынша да, яғни сол оңтүстік өңірдегі азаматтарды солтүстікке жаңағы еңбекке қабілетті азаматтарды шақыру болып табылады. Яғни бірақ дегенмен бұл дүниенің өзінің бір кемшіліктері бар. Өйткені заманында осы көш мәселесі басталған кезде біздің үкімет осы көш мәселесін белгілі бір министрліктің мойнына іліп берді. Ол еңбек министрлігі қазіргі уақытта. Еңбек министрлігінің ішінде осы көші-қонға жалпы жұмыспен қамту бөлімі деген бөлім жауап береді. Енді орысша айтқан кезде центр занятости. Яғни осы уақытқа дейін солтүстікке көшкен азаматтардың бәрі осы еңбекке жаңағы жұмыспен қамту саласының аудиториясы көшіп келіп жатыр. Яғни бұл өзінің бір белгілі түрде кемшіліктері бар. Өйткені мысалы программа бойынша солтүстікке тек қана дипломы бар адамдар, яғни үкіметтік жаңағы қызметкерлер, мұғалімдер, дәрігер, сондай бір үкімет саласында, яғни бюджеттік салада жұмыс істеп жүрген азаматтар ғана көшіп келіп жатты. Ал ондай азаматтардың негізі көбі мал шаруашылығы немесе жер шаруашылығымен айналысуға олардың икемі жоқ, қысқасы айтқан кезде. Енді біздің айтқымыз қазіргі ұсынысымыз бұл осы солтүстікке көш мәселесі бойынша тек қана бір ғана министрлік қана жауап бермейтіндей, басқа да ауыл шаруашылық министрлігі де қосылсын. Мысалы ауыл шаруашылық министрлігін қосыңдаршы деп айтып жүрген себебім, мына естеріңізде болса, осыдан 2-3 жыл бұрын бізде Қазақстанда бір сұмдық қуаңшылық жүрді. Маңғыстау жақтарда, Қызылорда облыстарында. Қысқасы айтқан кезде сол жақтағы жаңағы шаруалар өзінің малына шөп тауып бере алмай қатты қиналды. Енді мен ойлаймын, неге осы бір дүниелерді бір-бірімен ұштастырып, мысалы біздің солтүстік Қазақстан облысында Құдайға шүкір жаңағы қуаңшылық мәселесінің әлі есі сезілмейді. Бізде жеріміз қазсаң белге дейін қара топырақ, сулы, нулы, өте бір ғажайып жер. Міне осы дүниені пайдалану арқылы неге сол Маңғыстау жақтан немесе Қызылорда жақтардан шаруаларды көшірмеске деген біздің өзіміздің ұсыныстарымыз бар. Одан да басқа да жақсы ұсыныстарымыз бар. Бірақ өкінішке орай, әлгі қазақта сөз бар ғой, бидің айтқанын құлды айтады, аузының дуасы жоқ деген. Сол кейбір тұстарда даусымыз шыны керек естіліңкіремей, айтылған сөздеріміз, айтылған ұсыныстарымыз орындалмай жатқан жайы тағы да бар. Соны ары қарай айта жатырмын. Тағы да қандай сұрақтарың? Жақсы, жалпы негізі бұл өзіңіз бағана айтып кеттіңіз ғой, енді осы солтүстікке көшті, қоныс аудардық деп, енді сол жаққа қалай, енді бүгінде сол жақта өмір сүріп жатқан қазақтың бірі өзіңіз. Бұл енді қазір енді қалай айтсақ екен, негізі өзіңіз осы оңтүстік өңірдің тумасысыз, бірақ солтүстікке көшер сәтте бір сонда да бір ой болады ғой, енді өмір өзгереді, мысалы мекен өзгергеннен кейін. Жалпы бұндай қадамға, маңызды қадамға баруға не түрткі болды сізге? Жалпы бұл идея қайдан келді сізге? Жалпы негізі мен өзімді ұлтшыл патриот адам ретінде қараймын. Өзімді жаңағы ұлтқа қызмет еткісі келетін, ұлтқа пайда тигізгісі келіп жүрген азаматтың бірі ретінде қараймын өзіме. Жалпы мен негізі бұндай жаңағы қазақи идеологияға, жаңағы қазақи дүниелерді насихаттау мәселесі бойынша мен бұл нәрсені тек қана соңғы уақытта ғана істеп жүргенім жоқ.
жалпы 2016 жылдары мен мына ВКонтакте желісінде бөрілі байрақ деген үлкен қазақи жаңағы орысша айтқан кезде сообществосын құрған ВК-дан. Сол арқылы сол уақыттан бері біз бұндай нәрсемен айналысып келе жатырмыз жалпы. Одан кейін осы бері қарай неге көштің деген кезде мына заманда мына қазір марқұм болып кетті, Ресейде Жириновский деген болған. Соның заманда кішкене дауыстар өте қатты шығып естіліп жатты. Қысқасы айтқан кезде, яғни жаңағы біздің солтүстік Қазақстан, тағы басқа өңірлер ол Ресейдің жері деген сияқты сондай алып-қашпа сөздерін, қуғынбай сөздерін жаңағы интернетке салып қайта шыға бергеннен сосын мен бір күні ойландым. Неге осы нәрсені тек қана солтүстікке көшіп, сол жақтағы қазақтардың санын арттыру деген дүниелер неге сөз жүзінде ғана айтылып жатыр? Көптеген жаңағы өзіміздің қатарластарымыз, өзіміздің идеалас, өзіміздің жаңағы бағдарлас ұлтшыл жігіттердің де сөздерін естеймін, ойбай солтүстікке адам көшіру керек, қазақ аз деген. Бірақ ешкім көшіп барып жатқан жоқ. Сосын мен тұрып ойландым, біз солтүстіктегі адамдардың санын арттыруымыз керекпіз. Сол жақтағы қазақтардың санын барымыз салып арттырайық. Оның жолы қандай? Оның жолы біреу осы көш болатын. Сосын ойланып отырып, ойлана келе, тәуекелге бел буып, бала шағамды ертіп, қысқасы осы солтүстіктен бір-ақ шыққан жайым бар, және жалғыз өзім білген жоқпын, біраз адамдардың бері қарай көшуіне сеп болдым. Одан кейін солтүстікке көшіп келгеннен кейін енді оңтүстікте алыста бүйтіп сырттан қарағанда бұл көш мәселесі деген сияқты дүниелердің бәрі басқаша көрінеді. Ішіне барып өзің көшіп келгеннен кейін осы системамен, программамен көшіп келгеннен кейін оның кемшіліктері, оның олқылықтары, артықшылықтары сен өзің сезінесің де. Соны көру арқылы біз тағы бір шешім қабылдадым. Ол осы солтүстікке көшіп келген адамдардың жаңағы жоғын жоқтайтын сондай бір ұйым құру мәселесін қолға алдым. Жалпы мен негізі мына солтүстікке көшетін азаматтарды мақсаттастар, үзеңгілестер деп атаған жақсы көремін. Үзеңгілес деп айтамын да, енді мақсаттас не үшін көшіп келе жатсың? Солтүстіктегі қазақтың санын арттыру үшін, ол жақта қазақи идеологияның мәртебесін көтеру үшін, бәсін жоғарылату үшін көшіп келе жатырмыз бәріміз. Қысқасы айтқан кезде. Сол себепті бәрін үзеңгілестер, мақсаттастар деп айтамын. Енді сол үзеңгілестердің арқа сүйейтін бірдекесі болу керек қой. Яғни сол арқа сүйейтін дүние осы көші-қонмен айналысатын тәуекел ұйымы болсын деген мақсатпен дәл қазіргі уақытта осы мені шамайым ресми тіркелгенімізге 1,5 жылдай уақыт болды. Тәуекел деген көші-қонмен айналысатын ұйым құрдық қазіргі уақытта солтүстік Қазақстан облысында, және соның аясында жұмыс жасап жатырмыз дәл қазіргі уақытта. Яғни ұйым осы солтүстікке көшем деген өзіңіз айтқан үзеңгілес жандарды көмек көрсету, қолдау көрсету негізінде. Жалпы негізі солтүстікке көш мәселесінде мына біздің үкіметтегі үлкен ағаларымыз ойлайды. Мен бір осыдан 2 жыл бұрын осы көш мәселесімен үкімет үйіне де бардым, біраз жерлерге жаңағы осы көш программасын жасап жатқан адамдарға да барып арларына кіріп сөйлестім. Енді мен бір айтар нәрсем, солтүстікке көш деген программаны қысқасы айтқан кезде жасаған адамдар жаңағы үлкен Астана қаласында, Ақорданың маңында, үлкен осындай биік ғимаратта офистің ішінде отырып жасаған адамдарды. Қысқасы айтқан кезде ол жаңағы көшкен кезде қандай мәселелер болуы мүмкін, қандай қиыншылықтары болуы мүмкін. Мысалы, оны программаны жасаған адам былай ойлайды. Мен оңтүстіктен бір отбасын әкелеміз. Оған жаңағы 1 жылдық субсидиясын берсек болды. Яғни жаңағы аспаз 270 мың теңгесін отбасына бірлеп ұстатсақ болды, жұмысын тауып берсек болды, үйін тауып берсек болды, мәселе шешілді деп ойлайды. Жалпы негізі олай емес. Оның белгілі бір физикалық жаңағындай көші оның жағында, оның бір рухани жағы да болады. О жағында мысалы интеграция, адаптация, социализация мысалы. Адаптация мәселесі ол өте көп. Менталитет айырмашылығы бізде мысалы солтүстік пен оңтүстіктің арасындағы менталитет өте жоғары айырмашылық. Біріншіден ол оңтүстік өңірлердегі адам санының өте көптігі, және біздікі аздық. Мысалы бір ғана мына Түркістан облысында, мысалы Мақтаарал, Сарыағаш аудандарында 240-300 мың, 360 мыңдай адам тұрады.
біздің бір облыста 540 мың адам, оның жартысы Петропавлда тұрады, жартысы жаңағы аудандарда шоғырланған. Біздің аудандарда, мысалы мен Шалақын деген ауданда тұрдым, бізде 25 мың адам болды. Ал 25 мың адам деген ол оңтүстік Қазақстандағы, жаңа Түркістан облысындағы бір ауылдың, кішігірім ауылдағы адамдардың саны. Енді өзіңіз елестетіп көріңіз. Сондай көп жаңа қозғалыстың арасында көп жаңа өте бір динамикалық жерден келген адам біздің мына солтүстікке келген кезде жаңағы адамның аздығын көріп өзін бір кішкене жалғызсырайтын жөні болады. Осы кезде мысалы жаңағы адаптация, интеграциясы мәселесі керек. Интеграция мәселесі жаңағы жергілікті түпкілікті осы солтүстіктің тұрғындарымен араластыру деген сияқты сондай дүниелердің жұмыстары қазіргі уақытта шыны керек үкімет тарапынан қамтылмаған. Біздің басты мақсатымыз сол солтүстікке көшіп келген адамды жалғызсыратпау, ол қайтам десе қайтармау, қайтармаудың жолын жасау деген сияқты дүниелермен біз айналысамыз. Рухани тұрғыда дәл қазіргі уақытта енді біздің басты саламыз ол ақпараттандыру. Яғни қолымыздан келгенше мына әлеуметтік желілер бойынша осы сіздер сияқты азаматтар шақырады осы подкасттарға. Сол кезде өзіміздің осы көш мәселеміз туралы ойларымызды айтып, сол арқылы солтүстікке барынша адамдарды шақыру. Енді біздің қолымыздан дәл қазіргі уақытта келетін дүние осы. Жан-жақты қолданып жатырсыз. Барынша пайдаланып отырмыз. Жақсы, енді бағана өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, енді солтүстікте, оңтүстіктен, жалпы басқа өңірден, Қазақстан өңірінен, яғни күйбең тіршіліктен келген адам солтүстіктің өміріне келгенде жатырқау мүмкін деп қалдыңыз. Өзіңіз барған кезде осы сезімдер, жалпы осы мәселе өзіңізде болды ма? Жалпы негізі мен өзімді нағыз көшпендінің ұрпағы ретінде есептеймін. Және өмірімді сол жаңағы концепцияға, көшпендінің концепциясына туырлауға тырысам. Жалпы менің енді 4 балам Қазақстанның 4 жағында дүниеге келген жалпы. Солтүстікке көшпей тұрып, мен мысалы бағана айтып отырғандай өзім осы Алматыда дүниеге келдім, Шығыста өстім, Астанада да болдық, Анда да болдық, Қызылордада жақта болдық, Ақтауда армияда болдым, армиядан кейін де барып Ақтауда 1 жыл тұрып қасапшы болдым қысқасы. Енді бір қызығы мен солтүстікке келген кезде мен өзімді мүлдем ешқандай бір жаңағы менталитеттік айырмашылық немесе климаттық жаңағы келеңсіздік деген сияқты нәрселер маған мүлдем әсер еткен жоқ. Өйткені дәл сондай суықтар шығыста да болатын бізде. Яғни кішкентай кезімнен мен ондай суыққа да үйренгенмін. Жалпы негізі осы солтүстікке көшпей тұрып мен былай Қазақстанды шарлап қаңғағаным маған бір өте үлкен пайдасын тигізіп жатыр негізі. Өйткені қазіргі уақытта солтүстікке көшетін адамдар бұрын мен тұрған облыстардан келіп жатырды адамдар. Яғни Маңғыстаудан келген мағдаймен мен маңғыстауша сөйлесемін. Маңғыстауша түсіндірем, осылай деген сияқты әңгімелермен ояқ-бұяқ құрысымын қосып қойып. Шымкенттен, Қызылордадан келген адамдармен мен солардың тілінде, солардың менталитетіне сай сөйлесіп, қысқасы солтүстікте сіңдіруге тырысамын. Алматы жақта да, Талдықорғанда да тұрдым. Ол жақтан келген азаматтарға да қысқасы айтқан кезде аса бір қатты нем жоқ, екеуім бар деген мағынада. Сол себепті солтүстікке келген кезде мен өзімді бір аса бір жалғызсыраған да жоқпын. Қысқасы өз елім, өз жеріме келгендей сезім болды. Және сол сезім әлі күнге дейін бар. Ешқашан бүйтіп өкініп ойбай жаңағы Талдықорғанда жүр едім, қымыз ішіп солтүстікке неменеге келдім, бір жерім қышып деген сияқты әңгіме менде болған жоқ. Қайта өмірімде осы бір ұлтқа, отанға, ата мекенге бір пайдасы тиетін дүниеге жаңағы үлесімді қосып жатқаныма мен үшін бір өте қуаныш. Қайта қуанып жүрмін осы бұндай нәрсе істеп жүргеніме, мен шыны керек. Қысқасы осы. Бұған отбасыңыз қалай қарады жалпы ол шешімді қабылдаған кезде? Туған туыстар арасында жалпы қарсы болған адамдар бар ма? Жалпы негізі туған туыс мәселесінде туған туыстар аса бір қатты менің шешімдеріме бір қарсылық жаңағындай дүние жасайтындар адамдар емес. Енді олар мені түсінеді. Енді үлкен жігітпіз, 30-ға келген 4 баланың әкесіміз.
енді өзіміздің жаңағы өміріміздің тізгінін өзіміз тартатын шамаға, өзіміздің желкенімізді өзіміз үрлейтін шамаға, жасқа жеттік деп ойлаймын. Сол себепті ешқандай ондай дүние болған жоқ. Барсаң бар деген сияқты, кеттік деп кеттік, алып кеттім сосын бала шағамды. Солай болды қысқасы. Барғанда бір өзіңіз жеке өзіңізде қандай қиындықтар болды? Там үй мәселесі бар, тағы да басқа орынның қол жалпы ондай жобаның сол бір олқылықтарын көріп қалдым дедіңіз ғой енді. Ол жобаның олқылықтары болған кезде ол адамның жаңағы ниетіне байланысты деп ойлаймын. Қалай көшіп келген ниетке байланысты. Мен мысалы өзімді бір бағана айттым ғой, өзімді мен ұлтшылмын деп есептеймін. Патриотизм. Мен патриотизм, ұлтшылдық көзқарасымен жаңағы ұлтшылдық елегінен өткізіп айтсам бірдеңені істесем де сондай дүниемен істеймін. Қысқасы айтқан кезде мен солтүстікке көшіп келгенім менікі жаңағы отанға, ұлтқа қызмет ретінде қарағаннан кейін мен аса бір қиыншылық деген дүниелерге қиыншылық ретінде қараған жоқпын. Өйткені мен айттым, біздің басты мақсат солтүстікке көшіп барып сол жақтың қазақтың санын арттыру. Керек болса ана жақта қорада да тұрсақ та ризамыз, қысқасы кетпейміз, қолдан келгенше адамдарды көбейтеміз деген позициямен барғаннан кейін, қайталап айтайын, маған бір аса бір қиыншылық дүниелерді мен қиыншылық ретінде оған қараған жоқпын. Ел қатарлы жаңағы көшіп барған үкіметтің берген үйлерінде тұрып жатырмыз. Ел қатарлы алған көмекті біз де алдық. Ел қатарлы тоңған суыққа біз де тоңдық. Ел қатарлы жаңағы боранның ішінде біз де боранның арасында жүрдік қысқасы. Қазір де жүрміз, Құдайға шүкір, ешқандай жаманшылығы жоқ. Қайта көптеген мына оңтүстіктен бері қарай көшіп келген азаматтар қазір жаз уақытында өздерінің елдеріне, атамекендеріне жаңағы оңтүстік жаққа бармайды. Өйткені біздің солтүстіктің қоңыржай ауа райына әбден үйреніп қалған. Қысқасы, ал Түркістанда, Шымкент, Қызылорда жақта қандай ыстықтар болатынын өзіңіз білесіз. Дәл қазір уақытта ол жақта мысалы 30-35 градус ыстық болып тұрса, бізде жанға жайлы 18-20 градус. Қоңыржай, қысқасы айтқан кезде керемет сондай бір тамаша жайма-шуақ. Жақсы, сіз енді қазір бұл мәселені қолға алғаннан кейін әлі күнге дейін де жалғастырып жатсыз, тоқтатқан да емессіз. Қазір әлеуметтік желіде осы туралы көп айтасыз енді. Негізгі жұмысыңыз осы десек те болады да, қоғамға көрініп жатыр. Жалпы, иә. Нәтиже бар ма одан? Жалпы қанша азамат солтүстікке көшті бүгінге дейін? Жалпы негізі нәтиже деген мәселе ол адамның жаңағы нәтижені қандай деңгеймен есептейтініне байланысты. 1000 адамға айтып, мысалы, 1 адамды көшірсем маған олжа. 1 адамның көшіп келуіне сеп болсам олжа. Ал былайна жерде бүйтіп мақтанып нететін жағдай емес. Бірақ солтүстікке осы соңғы 2-3 жылда көшіп келген азаматтардың ішінде кем дегенде 3 адамның біреуі осы біздің агитациялардың арқасында көшіп келді десем артық айтқаным болмас. Солай. Яғни ол міне Бәкеміз айтты, Бурахан айтты деп көшіп келген біраз. Жоқ, мәселе Бурахан деген әңгіме емес. Мына жерде бір осы Қазақстанның әлеуметтік желілерінде бір түрлі бір жақты пікір қалыптасып қалған. Осы солтүстікке көшу мәселесін тек қана Бурахан істеп жүр, немесе осы Бурахан ғана бастады деген бір өрескел өте қате пікір бар. Жалпы менің айтқым келіп отырғаны солтүстікке көшу мәселесін мағанға дейін де істегендер бар. Қазір менімен де бірге істеп жүргендер, менен кейін де істейтіндер болады. Өйткені бұл солтүстікке көшу мәселесі деген ол жай ғана бір 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық дүние емес. Бұл дүние 50 жыл бұрын, 100 жыл бұрын да актуалды дүние болған. 100 жылдан кейін де актуалды дүние болады. Сол себепті менің айтқым келіп отырғаны менің арқамда емес, біздің арқамызда. Өйткені біздің тәуекел ұйымының ішінде мен секілді осы көшпен айналысып жүрген, көшке сеп болып жүрген адамдар өте көп. Мысалы, мына оңтүстік өңірлерде Өмір Шыныбекұлы деген ағамыз бар, мұғалім ағамыз, қаншама осы жаз болып, өзі мұғалім кісі. Жаздық жаңағы каникулына шыққан кезде өмірін осы көш мәселесіне арнайды десем артық болмас. Серік Өтебай деген ағамыз бар. Нұрсұлтан деген жігіт бар, дәл қазіргі уақытта сонау Арыстан көшіп келіп, біздің солтүстікте мына Қызылжар ауданында Бугровой деген ауылда әкім болып алды. Міне соңғы бір айдың ішінде. Сол жігіт бар, өте көп ондай дүниелермен айналысып жүрген бізде. Қайрат Кәрібаев деген ағам бар, мысалы Түркістан облысында осы көш мәселесімен
шкенасын жерге қойып, біз сияқты жатсақ та тұрсақ та осы көш мәселесін ойлап, соны қалай дамытсақ деп жүрген. Жалпы негізі бұл көш мәселесіне көмектесіп жүргендер өте көп. Мен тіпті мына әлеуметтік желілерде осы біздің видеоларымызды таратқан адамда сол айтпас пікірін жазып, қысқасы айтқан кезде WhatsApp-тардан да группалардан да тарататын өзі адамдар бар. Осы бір істің дұрыс екенін түсініп, сезініп, біздің солтүстікке адамдарды көшіруіміз керек екен. Бұл өте бір идеологиялық, саяси, геополитикалық жаңағы қадам екенін сезініп, түсініп отырған адамдар бар. Мен танымайтын. Қысқасы сол себепті тек қана Бураханның ғана айтқанынан деген әңгіме жоқ бұл жерде. Тәуекел ұйымының қолдаушыларының арқасында деп айтуымыз керек деп ойлаймын. Менің бұл жерде ғана рөлім тек қана осы сөзден іске көшіп барғаным, көшіп барып біраз адамдардың басын қосып ұйымды құрғаным. Қысқасы басты рөлім осы. Қалғанын сол бәріміз бірге бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып бірге істеп жатырмыз деп айту керек. Еңбек ортақ. Еңбек ортақ. Иә. Халықтың қамын жейміз, не себеміз соның ішінде деген әңгіме біздікі. Ал енді бағана өзіңіз айтып қалған кейбірлердің пікірі, яғни Бурахан солтүстікке қазақтарды көшіріп жатыр деп айтса, ұната бермейсіз бе, әлде қалай өзіңізге осы? Жоқ, ұната бермейсіз ба деген әңгіме жоқ. Айтылса айтыла берсін. Бірақ менің өз аузымнан шығып отырған әңгіме дұрысырақ деп ойлаймын. Өйткені солтүстікке көшіп келген бір адамның ішінде тек қана менің ғана үлесім жоқ. Өйткені біріншіден бұл дүниені жасаған үкімет. Солтүстікке көшіп келген адамға үйді беретін, жұмыс беретін, немесе жаңағы субсидия ақшасын беретін мен емеспін. Мен тек себепші ғанамыз. Біз тәуекел ұйымы тек себепшіміз. Ал басты бұл жерде рөл атқарып отырған дүние ол үкімет. Үкіметтік программа. Біздің басты мақсатымыз осы үкіметтің бағдарламасын пайдалану арқылы жаңағы солтүстіктегі ауылдардың жабылып қалуынан сақтап қалу, қысқасы айтқан кезде жаңағы қазақи идеологияны арттыру деген сияқты дүниелерге біз осы үкіметтің жасап берген әдемі бағдарламасын біз өте жақсы пайдаланып жатырмыз деген пікірдемін қазір. Бұндай бағдарлама жасап берген жаңағы үкіметтегі адамдарға да рахмет айту керек, шыны керек. Солай. Жақсы, ал енді қазақ мәдениеті мен дәстүріне тоқталатын болсақ, келесі теріскейдегі мәселені басы-қасын ашып айттық қой енді. Келесі енді қоғамға қатысты сұрақтар қойсақ, қазақ мәдениеті мен дәстүрі қазір тиісті деңгейде, яғни өз деңгейінде насихатталып жатыр деп ойлайсыз ба? Біз енді салыстыруды жақсы көреміз ғой. Баяғы заманмен салыстырғанда, бұрынғы уақыттармен салыстырғанда қазіргі біздің мүмкіндігіміз, жағдайымыз осы қазақи идеологияны насихаттау деген мәселе бойынша біздің қазір мүмкіндіктеріміз де бәрі анағұрлым жоғары деп ойлаймын. Бірақ солай бола тұра біз оны дұрысынан пайдаланып жүрген жоқпыз. Жаңағы толығымен пайдаланып жүрген жоқ сияқты болып көрінеді енді осы қазақи мәдениетті дамыту, жаңағы қазақи аудиторияны қалыптастыру, қазақ тілді контенттер жасау деген сияқты. Бірақ менің ең бір риза болып, күшті болып, көңілімнің хошы келіп отырған зат осы бүгінгі дәл қазіргі өтіп жатқан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны Астанада өтіп отқан. Қандай тамаша болып өтіп жатыр анау. Көптеген жаңағы елдерден келіп жатыр, басқа елдің азаматтары 89 мемлекет қатысып жатыр. TikTok-тан видеоларын көріп мен кәдімгідей мақтаныш кернеп жатыр да менің жүрегімде. Ана жерде Париждегі олимпиадамен салыстырып айтып отырды, қазақтардың олимпиадасымен нағыз олимпиада осындай болу керек деген сияқты. Ешқандай интригасыз, халықтар достастығы, қырғыз, қазақ, өзбек, ан жақтағы америкалықтар кеше қырылысып біздің нелермен көкпар ойнап жатыр. Қысқасы айтқан кезде өте тамаша емес пе? Сол дүние арқылы біз ана жерде біз кімбіз, көшпенділер деген кім, біздің бастауымыз қай жақтан басталған, біздің ата-бабаларымыз қазіргі уақытта мына әлемнің геосаяси политикасына қалай әсер еткен, біздің жаңағы Аттылы, Атилла, Тамирис, жаңағы Чыңғыз қаған бәрін көрсетті ғой кеше ана жерде. Білге қаған, Күлтөгін, қысқасы айтқан кезде көшпенділер мәдениеті осы дүние жүзінің дәл қазіргі уақыт қалпына қалай келуіне сеп болған туралы үлкен бір идеологиялық қадам жасады деп ойлаймын. Өте бір тамаша дүние болды.
өте бір қуанып қолынан келгенше жаңағы әлеуметтік желілерде таратып барынша қолдап айғай шығарып қиқулап отырған адам, тақымын қысып отырған адамның бірі менмін. Осы 5-ші дүниежүзілік жаңағы көшпенділер. Күнде қарайсыз? Күнде қараймын. Қолым босаған кезде қарап, видеолар болса ана ретке шықсыншы деп оған лайкты басып, репост жасап өзімше. Сондай дүниелер қазір күшті бір сезімде жүрмін, мақтаныш кернеп жүрегім, шыны керек бұл дүниеге. Ол жерде оның үстіне біздің ұлттық құрама бірінші орын бермей келе жатыр ғой ешкім. Ой, ол бермей кеткені ол жарайды ғой. Ол мәселе онда емес. Мәселе бәсекелестік тудырғанда. Біз осы уақытқа дейін бір белгілі бір осы қазақтың ойындарын бір белгілі бір қалай айтсақ болады, анклавта ма, бір белгілі бір вакуумның ішінде жасап келе жаттық. Яғни өзіміз бір ауылдың ішінде бүйтіп көкпар тартамыз, ой қырғыз ағайындар тартып жатыр екен, жарайды деп қой, өзіміз тартсамыз, аударыспақты өзіміз жан батамыз деген сияқты дүниелер бір өзіміздің ішімізде, яғни бәсекелестік болған жоқ. Дәл қазіргі уақытта мысалы міне басқа елдердің де азаматтарының жеңіп жатқан нелері бар, мысалы жан батудан, тағы басқа дүниелерден. Мысалы мен ойладым, негізі мен тіпті ойладым, мен тиктоктағы парақшамда тұр видео, мен әлгі америкалықтардың бері қарай келді деген, осы біздің дүниежүзілік ойынына келді деген мен шыны керек бір шошыңқырап қалдым. Өйткені ана видеоларын көрдім, ковбойлардың видеоларын көресің ғой, бұқаға мініп алған, анан аттардың өзі қалай бүйтіп, елін өткізбей кәдімгідей. Сондай бір керемет бір не қылып елестететінім де мен ковбойларды, шыны керек. Сосын ойладым, мыналар қазір келіп қордақтың өкесін түйе сойғанда көресің деген сияқты, ковбойлар ұтып кетсе сұмдық болды ғой деген сияқты бір оймен бір видеода салғам. Жалпы бізге бәсекелестік тудыруымыз керек. Бәсекелестік, біз өзіміз бәсекеге түсуіміз керек. Сол, яғни бәсекелестік бар жерде даму болады. Қазір мысалы кеше ана америкалықтар қандай әдемі не жасап айтып жатыр. Біз бұрын соңды бүйтіп ойнап көрген жоқпыз, біздің аттарды былай да пайдалануға болатынын енді түсініп жатырмыз. Қысқасы айтқан кезде қазір енді міне нақты мақсатымыз бар. Америкаға барып осындай бір көкпар федерацияларын ашамыз. Басқа да осындай дүниежүзілік көшпенді ойынына енді келесі жолы толығырақ дайындықпен келетін боламыз. Біз осы жолы өзіміздің деңгейімізді көрдік. Бізге не жетпейтінін көрдік. Қысқасы келесі жолы бұдан да жақсы болып дайындалып келеміз деген ниетіміз бар деп айтып жатыр деп бәрі. Бұл деген өте тамаша. Демек келесі жыл болатын Қырғызстанда болатын үлкен ойында мұнан да сұмдық тартыс болады деген пікірдемін мен. Өйткені қазір осы TikTok, басқа да YouTube, басқа да әлеуметтік желілердің арқасында бұндай ойынның бар екен, бұндай ойынның өте керемет өтетін, қандай бір ұлттық атрибуттар, қандай бір тарихи маңызға ие нәрсе екен, бүкіл әлем көрмесе де бір енді бір 30% көрді деп ойлаймын. Сол себепті бұл өте бір тек қана қазақи идеологияның ғана дамуы емес, бүкіл түркі жұртының, түркі тектес халықтардың идеологиясын әлемге паш ету мәселесі орын алды деп ойлаймын бұл жерде. Сол себепті өте тамаша болады деген пікірдемін болашақта бұйырса. Дәстүрді насихаттасаң осылай насихатта деп ойлаймын. Дәстүрді мен ойлаймын, мына дәстүр, ұлттық құндылық деген сияқты қазір мына әлеуметтік желіде қарап жатырмын да, көп адамдар, енді шыны керек ондай адамның бірі мен де болдым. Мен осы дүниежүзілік жаңағы көшпенділер ойына басыламай тұрып, мен өзі Фейсбукта блогермін ғой негізі. Фейсбукқа барып жатып пост жазғаным бар еді. 5,5 миллиардты қайда жіберейін деп жатсыңдар. Не за то, немене той деген сияқты, сондай бір диванда жатып алып, ойбай деген сияқты бір әудек болайын деген мақсатта сөйтіп жазғанның бірі мен едім негізі. Бірақ ана ашылу салтанатын көріп, ана жердегі ана деңгейді көріп, біздің мына жаңағы организаторлардың жүгіргенін, олардың еңбектерінің жемісін көріп, мен сөзімді қайтып алдым шыны керек. Қысқасы айтқан кезде 5,5 миллиард емес, 15 миллиард шашу керек деген ойда қалып қалдым. Қысқасы айтқан кезде бұл дүние, бұл көшпенділер ойыны өзіне шашылған қаражатты толығымен ақтап шықты деген пікірдемін. Қысқасы айтқан кезде. Сол себепті бұл жағдайға пікірім өте дұрыс. Қысқасы айтқан кезде. Жақсы, ал басқа
келетін болсақ енді көшпенділер ойынына енді өзінің бір мерзімі бар. Иә. Ол да ертең бітеді мысалы деген сияқты. Ал оның алдыңғы насихаттау жұмыстары, дәріптеу жұмыстары қалай жүріп жатыр, негізі ақсайтын тұстар бар ма бізде? Қандай мағынада? Қай жана қазақи дәстүрді ме? Қазақи дәстүрімізді, мәдениетімізді мысалы деген сияқты. Өйткені қазір қоғамда көп пікірлер бар ғой енді қарама-қайшы, енді еркін ел болғандықтан әркім өзінің принципімен, өзінің мақсатында өмір сүре береді да. Белгілі бір басқа елдегідей заң жоқ мысалы, андай шектеу жоқ. Сондықтан да көптеген пікір бар. Енді осы дәстүрге келген кезде қазір көптеген пікірлер айтылады мысалы. Мысалы қандай? Турасын айтқанда, мына қатты дінге берілген фанатизм дегенге келтіріп отырмын ғой енді мысалы. Асыра діншіл адамдар бар мысалы, кейбір басқа шетелдегі ойларды тыңдап алады да, сол жақтың ережесін бізге кіргізгісі келеді деген сияқты. Сондай бір кейде қарама-қайшы пікірлер болып жатады. Мысалы, мұның алдындағы спикерлерге де талай қойып шыққанбыз, домбыра харам, қобыздар тууға болмайды, бүйтуге болмайды, сөйтуге болмайды деген сияқты кейбір халық бар бізде де, қазақтардың арасында. Осы тұста келеді мысалы, енді насихаттау жұмысы қалай дұрыс жүргізіліп жатыр енді, өйткені оның да бір белгілі мақсаты бар ғой енді. Насихаттау, дәріптеу дегеннің ол қоғамның бір пікірін дұрыс жаққа бұру деген сияқты да. Жалпы қазақтағы зайырлы мемлекеттігімізді сақтап қалу деген сияқты. Осы тұста осы миссия қалай орындалып жатыр деп ойлайсыз? Бағана көшпенділер ойындары бар. Одан бөлек тағы да басқа көп қой енді дәріптеліп жатқан. Домбыра күнін белгіледік, кейін тағы да басқа мысалы. Мен мына жерде бір өзімді бір қатты эксперт сияқты, бір бәрін білетін адам сияқты ұстамай қояйын. Мен өзімнің істеген, өзімнің білетін бір дүниемді айтайын. Осыдан міне алдыңғы жылғы Наурыз мерекесі уақыты, содан бір ай уақыт бұрын Петропавлда жүрген кезімде, қысқасы айтқан кезде, осы Наурыз мәселесін жаңағы тендер бойынша қысқасы өзге ұлт өкілдерінің фирмасы ұтып алғанын естідім мен. Негізі жалпы қазір бәрі осы лот мәселесімен жүргізіледі, ол белгілі бір шара ұйымдастырса да, осы тендер арқылы жасалады, тағы бірдеңке шаралар ұйымдастырылса. Сондай бір тендердің өзге ұлт өкілдері ұтып алғанын естідім мен осы Петропавлда Наурыз мерекесін. Сосын енді кішкене шатырма ашылып, ашуланыңқырап ойбай деген сияқты дүниелерді жасап, сосын неге қазақтар жасамайды деген сұрақ келді. Сонда қазақтардың көбі құлқысыз деген сияқты сондай бір сарынды жауап алдым. Бірақ мен айттым, маған бір алаң беріңіздер. Мен жасайын бір Наурыз, қолымнан келгенше дедім. Осым жақсы, қолынан келсе қолының ұшынан бас дейді, бір алаңды бермекші болды. Осыны улап жүріп, мен мына көшіп келгендердің солтүстікке қандай менталитет әкелетінімізді, яғни біз солтүстікке көшіп келушілер кімдер деген форматта қандастардың ауылын жасаған келді. Қандастардың ауылы, этно ауыл сияқты қылып жасаған келді. Яғни кигіз үйлер тігіп, анау-мынау. Қысқасы айтқан кезде, сол кезде жаңағы біздің идеямызды біздің облыс басшылығы қабыл алып, оны ұнатып, бізге негізі алыстан бір площадь берген, жаңағы алаң. Бер қарай әкеліп, кәдімгі мұна нақыз қаланың бас площадьтарының бірінің бұрышынан орын берді. Міне Бураханым осы жерде жаса, қысқасы деп. Сол жерде біз керемет қылып, жаңағы Наурыз өткіздік қолымыздан келгенше. Жаңағы кигіз үйлерін тіктік, ұста болды, бағана ғана біздің көшпенділер сияқты. Бүркіттермен жаңағы түйе алып, ойбай мен түйеге мініп алып, жаңағы қазақи жаңағы ішігім болған, қасқыр ішік. Соны киіп алып, басымда жаңағы тымақ, қолымда қылыш, үлкен түйеге, екі өркешті түйеге мініп алып, аруақ деп ана Петропавлдың площадында арлы бері жүрген осы видео бар, неде, TikTok желісінде, Instagram желілерінде. Сондай бір үлкен бір идеологиялық қадам жасадым мен. Шыны керек. Сол себепте мен ойлаймын, әркім бұл қазақи құндылықты, ұлттық құндылықты насихаттау барысында қолымыздан келген дүниені жасауымыз керек деген пікірдемін. Жалпы мен ойлаймын былай деп, маған бұрын осыдан бір 5-6 жыл бұрын егер отан деген не дейтін болса, жалпы да, отан деген не деп менен сұрайтын болса, мен айтар едім, ойбай ол мен жаңа туған жерім, бірдеңке деген бір жақты шешім айтатын едім де жауап. Қазіргі уақытта енді өсе келе, жете келе менде отан деген пікір өзгерді.
Мен үшін отан деген ол мысалы тіл емес, жер емес, ол кәдімгідей халық, жұрт. Жұртың қайда, отаның сонда. Ұлтың қайда, отаның сонда. Егер ол ұлтың болмаса, сенің мына ұлан байтақ жерің, мынандай сұмдық, былай 3000, былай 5000 километр деген жерлерінің бәрі түкке тұрмайды, ұлтың болмаса, шиқұны бештейін. Тілің, ұлтың болмаса, тілдің де боққа қажеті жоқ. Сол себепті ең басты нәрсе ол ұлт деп ойлаймын. Ал бізді ұлт деп қалыптастырып тұрған не? Бізді жеке басқа ұлттардан бөліп тұрған не? Бұл біздің қазақи, өзіміздің жеке ұлттық идеологиямыз. Және сол ұлттық идеологиямызды біз басқалармен жұтылып кетпес үшін, қысқасы айтқан кезде біз қолымыздан келгенше жанкештілікпен жасауымыз керек деп ойлаймын. Тіл мәселесі болсын, ол тек қана отан деген мысалы үлкен орман сияқты зат қой, ішінде қарағашы да бар, алма ағашы да бар, аққайыңы да бар, арамшөбі де бар, емен ағашы да бар. Әмбе кім қай ағашқа су құйса да сол орманның, отанның игілігі үшін. Қысқасы айтқан кезде. Сол себепті мен ойлаймын, егер дәл әр қайсымыз тіл мәселесінде де, жаңағы тек қана көш мәселесі, жаңағы ұлттық құндылықты насихаттайтын мерекелерде, тым болмаса жаңағы жаңа жыл кезінде маскасын іздейтін жаңағы кішкентай бала сияқты болмай, жаңа жылда балалар маска киіп алып жаңағы сөйтіп жүреді ғой. Қазір сондайды наурыз болып қалды дегенде шапанды наурыз кезінде ғана жабып жүреміз. Қысқасы айтқан кезде тақия бірдеңке болатын болса, жаңағы тек қана мерекелерде ғана пайдаланамыз. Неге күнделікті осы дүниені насихаттамасқа? Мен де мысалы мына бір нәрсені жайдан жай тағып жүрген жоқпын. Мынау Байдалы деген кәдімгі мынау кезіндегі түркі заманынан келе жатқан ырым. Қысқасы. Мына сақалды не үшін тағып жүр? Мына сақалды қазір бізде қоғамда мынандай дүние қалыптасып болғанда, сақалды тек қана дін өкілдері ғана тағу керек деген сондай бір қызық, бір принцип, бір стереотип дей ма, сондай дүние қалыптасып болғанда. Жоқ. Менің ата бабаларымның бәрі сақалды болған. Қысқасы айтқан кезде. Батыр бабалардың, жаңағы ақын жыраулардың, би хандардың бәрінің фотоларын көрсең, бәрінде сақал. Мен ата бабамның қай жерінген. Құлайдың бетіп тұрған сақалын мен де өсіріп жүрейін. Қысқасы айтқан кезде. Қазір осы бір бейнемнің арқасында мен мысалы бір жерге кіріп қалсам, ана қасқыр ішік тонымды киіп алып жүрсем, ойбай, нағыз қазақтың бейнесі осы екен ғой. Нағыз қазақ, аңғарыш нағыз қазақ келе жатыр. Алдында Петропавлда жасаған кезінде, жаңағы наурыз мерекесінде түйенің үстінде жүріп, жаңағындай бір не етіп жүрген кезде мен бір сол жердегі өзге ұлт өкілдерінің, мыңдаған өзге ұлт өкілдерінің көзіне мен сол нәрсені көрдім де, нағыз қазақтар деген бұрын осындай болған екен ғой деген. Бір сезім содан барып мақтаныш кернеді менде. Шыны керек. И осылай егер жанкештілікпен әр қайсымыз осы тіл мәселесінде де, басқа дүниеде де осындай қозғалатын болсақ, бізді жау болмайды. Біз қайда күшейеміз деген пікірдемін. Осындай ойым. Өте жақсы. Өзіңіз қай дәстүрді дәріптейсіз? Мысалы, үйде ұлттық құндылықтан қандай бір салттарды жиі қолданасыздар тұрмыста? Ұлттық құндылықтар салт дәстүр болған кезде сол кәдімгі бала-шағаны қырқынан шығару, бесікке бөлеу, аластайтын кезде аластаймыз үйдің ішін. Қысқасы айтқан кезде сол өзіміздің қазақи ырым, мыналарды қолданамыз, қолдан келгенше. Және насихаттауға тырысамыз деген сияқты. Енді оның бәрін жеке-жеке айтып отыратын жағдай емес. Бірақ кәдімгі мына жерде көптеген көрермендердің кезінде ата-апаларынан ауылда көрген заттарын біз де істеп жүрміз. Қазір. Негізі солтүстік өңір, айтып отырсыз ғой, енді оңтүстіктегілер үшін бір ашылмаған арал, бір ну орман көрінеді деп ше. Енді соны қазір енді интернет дамыған заманда кітаптан оқу, тағы да басқа деген сияқты ізденіс жоқ қой енді көбіне адамдарда. Уақытта жоқ дейді кейбірі, неше түрлі себебін айтып. Енді жалпы осы солтүстік өңірден шыққан қандай осы ұлы тұлғаларды халық білуі тиіс? Кейінгі болсын, бұрынғы болсын. Бұл өте керемет сұрақ. Өте тамаша сұрақ. Жалпы негізі мен бір өте көп қолданатын сөзім, мен былай деп айтамын да әңгімені. Атамекеніміздің, отанымыздың, Қазақстан Республикасының солтүстіктегі теріскейде қақпасы, қорғаны, киелді, қасиетті ақындар мен батырлардың елі деп сөйлеген жақсы көремін мен.
Жалпы негізі біздің тек қана солтүстік Қазақстанның өзін алатын болсақ, жалпы мына сал серілердің көбі біз жақтан шыққан. Мына ақан сері жатыр мысалы бізде. Құлагердің жайылған жері мысалы біздің мына Петропавлдан 180 километр жерде Айыртау ауданында ақан серінің зираты бар. Үкілі Ыбырай, балуан шолақта жүрген заманда сол жақтарда, қысқасы айтқан кезде. Одан кейін мына Шал ақын деген бір мықты кісі болған заманында. Оның әкесі Құлеке деген батыр, мына Абылай ханның оң қолы болған өте мықты бір политик. Мына Қабанбай мен саймасай адамның бірі. Дәл қазіргі уақытта жаңағы оның денесі мына Түркістандағы Абылай ханның жанында жатыр. Жалпы өз көз тірісінде айтқан екен, мен ол дүниеге аттансам, мен денем сол ханымның жанына апарыңдар деген. Соның өсиетін Шал ақын орындап, қысқасы сол Түркістандағы жаңағы Қожа Ахмет Яссауи мавзолейінің ішінде ханымен бірге жатыр. Жалпы негізі біздің солтүстік өңірлерден өте мықты, дарынды, мына қазақы идеологияны ұстап тұрған мықты адамдар дүниеге келген. Мен мынау солтүстік өңірлер деп тек қана біздің солтүстік Қазақстанды ғана айтпаймын. Жалпы негізі солтүстік Қазақстан деп үш өңірді айтамыз. Солтүстік өңірлерде. Ол мысалы Астана қаласынан жоғары қарай қараған кезде оң жағында ол Павлодар облысы. Павлодар облысы да жалпы солтүстік өңірлерге кіреді. Ол Павлодар облысы орталығы, Павлодар қаласы, жаңағы сонда Баян-Өлгей деген, Баян-Өлгей деппін ғой, Баян ауыл деген өңшең мына Алаштың мықтылары шыққан жерлердің бәрі сол аймақтарда. Ертіс өзені ағып жатыр о жақта. Астанадан жоғары солға қарай қарасақ, о жақта Қостанай. Қостанайдан орталығы Қостанай қаласы, о жақтан өте жаңағы Ыбырай Алтынсарин мысалы. Қазақ мұғалімдердің атасы деп есептелетін Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы. Қысқасы айтқан кезде өңшең мықты жаңағы біздің солтүстіктің өзінен мысалы Ғабит Мүсірепов, Мағжан Жұмабаев, Тақым Сәбит Мұқанов, қысқасы айтқан кезде көптеген азаматтардың көбі жаңағы қазақи идеологияға үлес қосқан кезіндегі Алаш идеологиясының ішіндегі мүшелері болған көптеген азаматтардың бәрі біздің солтүстік өңірлерден шыққан. Жалпы мен ойлаймын, мына кезінде мынау орыс жаңағы патша қатын патшаның заманында одан берек мына басшыларының көбінің бір принципі болған сияқты. Мына көптеген қазақтың беткеұстар тұлғаларының көбі солтүстікте шыққаннан кейін бізге сол солтүстікті құрту керек деген мақсатта, сол жердің қанын өзгерту керек деген мақсатта сол жерге әкеліп адамдарды төккен деп ойлаймын. Жалпы негізі біздің солтүстік өңірлерде неге адам аз деген сұраққа жауап бере кетсек, жалпы бұл жерде сонау патша заманынан бері, мына біздің Кенесары ханымыздың заманында да көптеген орыс керістердің бәрі мына патша үкіметіне қарсы соғысқан, бас көтерген, ең үлкен Азиядағы тарихтағы ең үлкен көтеріліс ұйымдастырған Кенесары ханның көптеген кескілескен қан-кескі шайқастардың көбі сол солтүстік өңірлерде өткен. Жалпы өзде мынау бер жағында сол Петропавлдан 200 километр жерде хан ордасы Бурабайдың маңайында сол жерде Кенесарының үңгірі деген әлі күнге дейін үңгір бар. Жалпы өте бір тарихи қасиетті мекен. Сол кездерде сол соғыстардан деген азайып қалған, одан кейін бері уақытта ашаршылығы бар, тағы басқа дүниелері бар. Қысқасы айтқан кезде содан кейін алып көптеген өзге ұлт өкілдері әкеп төгеді бізге. Мына заманда мына Столыпинский реформа деген болған. Мына Столыпинский деген сол патшаға айтып ойбай, мына крепостной право деген болған бұл Грузда. Крепостной право деген кәдімгі құл ұстау. Қысқасы айтқан кезде сол жаңағы патша шақырып бәрін жинап алып айтқан ғой, біз неге дамымай жатырмыз деген. Соны жаңағы Столыпинский айтады дейді, осылай бізді артқа тартып тұрған осы крепостной право, осыны давай тоқтатайық деп. Соны крепостной правоны тоқтатқан кезде енді ол жерде жаңағы байлардың қол астынан шыққан құлдар не істейді? Құлдар амалсыз қайтадан сол байларға барып жұмысқа кіріп қайтадан құл болған. Амалсыз басқа құлдардан ештеңе келмейді. Оны қалай шешеміз? Онда бүйтейік. Мына неге қарай, Сібірге қарай үлкен жерлер бар. Қысқасы айтқан кезде. Енді ол кезде қазақ жер екпейді. Бізге жалпы мал болғаннан кейін малды былай қарай жайып тастаса болды, сөйтіп неткен ғой, жер жыртпаған. Сосын алып сол жерлерді давай егемдей бастайық дейді де. Сол жерлерге бағана құл құтандардың біразын сол жерге көшіріп, оларға жер беріп, қысқасы айтқан кезде
сөйтіп сол жерде адамдарды көбейткен өзге ұлтқа. Одан кейін бері қарай мына соғыс уақытында да қаншама өзге ұлт өкілдерін әкеліп төкті сол жерге. Қысқасы. Енді міне Құдайға шүкір тәуелсіздік алғаннан кейін көптеген жаңағы өзге этностар өзінің тарихи отандарына қайтты. Орыстардың Ресейге біраз көшіп кетті, украиндықтар Украинаға, поляктар Польшасына, чечендер Шешенстанына сөйтіп көшіп, сөйтіп бізде солтүстікте адам азайып қалды жалпы. Қысқасы айтқан кезде қазір 500-ақ мың адам тұрады, үлкен мына Түркістан облысынан сәл бір ғана кішкентай жер, сонда 500-ақ мың адам тұрады негізі. Сөйтіп адамдар азайып қалған бізде. Оның үстіне дәл қазіргі уақытта бізде мына бүкіл жерде кездесіп жатқан нәрсе ол табиғи урбанизация, яғни алыс ауылдардағы, аудандардағы адамдардың бәрі қалалық үлкен мегаполистерге көшіп жатыр. Бізде де дәл сондай проблема қазір, шекаралық ауылдағы адамдардың көбі мына орталық Петропавлға қарай, бері қарай Астанаға қарай көшіп кетіп жатыр. Енді біздің қазіргі басты мақсатымыз мына оңтүстік өңірдегі адамдарды жаңағы кісінің қалаға қарай көшкен адамның орнын суытпай, соның орнына әкеліп жайғастыру. Сөйтіп тараз ауасын теңестіру. Енді біздің қолымыздан қазір келетін сол ғана деп ойлаймын. Ол жаққа барған азаматқа қандай жұмыстар, шаруалар бар? Жалпы негізі жұмыс істеймін деген адамға жұмыс өте көп. Қысқасы айтқан кезде жұмыс өте көп. Тракторист керек, малшы керек, бізге қарапайым ветеринар, қасапшы, диқан, қара жұмысшы, сауыншы. Қысқасы айтқан кезде кәсіптің атауының бәрі бар. Жалпы істеймін деген адамға мен айтам да, жұмыс жоқ деген әңгіме ол жалқаудың әңгімесі. Қысқасы айтқан кезде. Енді жалпы екі сұрақ болды қатарынан. Теріскейдегі осы ғұламалар туралы, ұлы тұлғалар туралы айтып жаттық. Енді оның тарихында өзіңіз маңызға екенін айтып кеттіңіз уже жауаптың барысында, сондықтан оны қайталап отырмай қояйық. Енді келесі сұрақ мынандай сұрақ болмақ. Бүгінгі таңда діни фанатизмге қатты бой алдырып, ғылыми жетістіктерді жалпы осы уақытқа дейін аталып айтып кеткен қағидаларды жоққа шығарып, енді соның ішінде мына әсіресе қыз балалардың білім алуға міндетті емес деп осындай қызық пікірлерде жүрген азаматтар бар. Өзіңіз көріп те жүрген шығарсыз, өйткені әлеуметтік желіде соңғы уақытта көбейген ондайлардың қарасы мысалы. Өйткені оның алдында да айтып кеттік, біз зайырлы мемлекет болғандықтан әр адамның пікіріне бір еркіндік берілген, сондықтан олар өзінің принципімен өмір сүреді. Жалпы олардың материалдық тұрғыда оларды қылмыс жасап жатқан жоқ та бастысы. Бірақ та сонда да осындай ойлар бар, айтылып жатады. Енді осыған өзіңіздің жеке пікіріңіз қандай? Шыны керек, енді қыздарға білім беру қажет емес деген деңгейдегі дүниелерді мен өз осым көзім шалған жоқ. Бірақ ол деңгейге дейінгі дүниелер, яғни мектепке балаларымды, қыздарымды тек қана орамалмен жіберемін деген сияқты түсініктегі дүниелерді көзім шалып қалып жатқаны рас. Жалпы негізі мен ойлаймын, у ішсең руыңмен іш дейді ғой. Яғни көптен қатты бөлініп қажет емес. Көптік бізде заң бар, біз зайырлы мемлекетпіз. Қысқасы айтқан кезде зайырлы мемлекетте сенің қандай дін ұстайтының маңызды емес. Яғни қай құдайға сенсең де, бірақ сенің сенімің басқалардың сеніміне кедергі келтірмеуі тиіс. Яғни ортақ қалыптасқан жүйеге, ортақ қалыптасқан системаға сенің сенім нанымың ешқандай кедергі келтірмеуі керек деген түсінік менде. Солай. Жалпы мен негізі мына дін саласында дін маманы болмағандықтан кейін, қысқасы негізі дін саласында көп дүние айтпауға тырысамын. Жалпы дін маманы емес болғандықтан көп сөйлеспеуге тырысамын. Өйткені менің принципім былай. Егер адам етік тігіп үйренгісі келетін болса, ол етікшіге барып сұрайды да, ондай нәрсені. Балық аулап үйренгісі келсе, балықшыға барады. Ал бірақ неге біз дін мәселесі келген кезде біз әнші, күйші, жаңағы спортсмен сияқты адамдар тыңдауымыз керек. Жалпы деген мұла дін деген ол идеология деп қараймын өзім. Дін деген бір аса бір сұмдық бір пышақ сияқты зат та. Яғни дұрыс адамның қолында
ол жаңағы аш адамға, аш қоғамға нан турап беретін, ет турап беретін өте бір қажетті пайдалы зат негізі. Ал бірақ дұрыс емес адамның қолында, ниеті бөлек адамның қолында ол кәдімгідей идеологиялық қару. Сол себепті мен ойлаймын, мына кейбір қазіргі уақытта мысалы шыны керек мына интернетте көптеген қаптап кетті. Мысалы алдында бір видео көріп қалдым осыдан біраз уақыт бұрын. Ол жерде айтып отыр да, бұрын бір соғыстан кейін, анау-мынаудан кейін бір ауылдың ақсақалдары жиналып барып, жаңағы Қабанбай батырдың үйіне барса, есікті ашпаса Қабанбай атамыз нан жайып отыр екен деген әңгіме жіберіп отыр да. Содан бір кез тұрып, батыр мынауың не десе, сонда жаңағы Қабанбай бүйтіп айтты деп әңгімені ұрып тұрып, далаға шықсам батырмын, қысқасы айтқан кезде қатын ауру бала жас, нан илеп жатырмын деген сияқты әңгіме айтты дейді. Сонда мен ойлаймын да, мынау не деген абсурд зат деймін де. Өзің ойлашы, Қабанбай деген кәдімгідей сұмдық, хан Абылай ханнан кейін Абылай ханды признавать етпей мойындамаған жерлерге барып хан болған кісі Қабанбай. Қытаймен дипломатиялық қарым-қатынасты орнатқан, қаншама жарты Қазақстанды жаудан тазартқан. Сондай бір сұмдық адам, өзің ойлашы, үйіне кіріп келсең нан жайып отыр деген өте абсурд қой. Одан кейін көптеген алдындағы бір осы жаңағы әзіл саласында бір өте танымал бір ағамыз әңгімені жіберіп жатыр да. Бай, біздің жаңағы Қабанбай, Райымбек, бүкіл ата бабаларымыз, Махамбет түгелі, қысқасы айтқан кезде ел үшін, жер үшін соғысқан жоқ, олар дін үшін соғысқан деп бір айғайлаған бір видеосын көріп, мен тіптен жағам ұстады. Жалпы деймін де. Махамбеттің андай өлеңдері көп, мысалы, есілдің бойы ен тоғай, ел қондырсам деп едім деген сияқты. Сондай өлеңдері өте көп. Енді өнер адамы болғаннан кейін сондай дүниелерін оқымаған ба деген сияқты түсініктер келеді. Мысалы, кешеде бір ұстаздың видеосын көріп қалдым. Ана ұстаз бүйтіп осылай әңгіме дүкен құрып отыр, бір сақалды кісімен тағы. Сонда айтып отырды, қазақтың 70% сөзі арабтан келген дейді, 30% орыстан келген дейді қалған. Сонда мен де бір түрлі болып, сонда мен ойладым, ойбай, сонда біздің ата бабаларымыз сөйлемей тек қана соғыса бергенбіз ба? Жалпы қысқасы айтқан кезде деген сондай қызық бір түсініктер қалыптасып жатыр да. Мен айтқым келіп отырғаны былай, 1000 жылдай бері бүкіл мына әлемге таралған, енді мен өз басым мойындаймын, ислам дінінің біздің жаңағы мәдениеттің, өркениеттің қалыптасуына қандай үлкен үлестерін қосқанын мен мойындаймын, одан әңгіме жоқ. Бірақ 1000 жылдан бері осылай келе жатқан дүниені, қысқасы айтқан кезде, соны қорғайын деймеген, осындай бір тарихи деректерді пайдаланып, оны бұрмалап, қысқасы айтқан кезде, бір ұлттық құндылықты құрбан етіп жіберіп, ондай нәрсе қажет емес деп ойлаймын. Дәл ислам дініне ондай қорғау қажет емес. Өйткені 1000 жылдан бері келе жатқан затты ол. Ал сондай затты қорғайын деп біздің мына ұлттық дүниемізді, қазақилығымызды, қазақи жаңағы тарихи аңыз әңгімелеріміздің бәрін жоққа шығарып, ата бабамыздың аруақ деп жауға шапқанын жоққа шығарып, қысқасы айтқан кезде сондай дүниелер жасап мүлдем қажет емес деп ойлаймын. Ал дін мәселесіне келген кезде мен өте толерантты адаммын өзім. Мен үшін мысықтың түсі маңызды емес деген сияқты, пышқан ауласа болды деген сияқты, қазақтың діні маңызды емес. Қысқасы мен енді солтүстікке көшіп жүрген кезде мен айтамын, мен мысалы бізде мына солтүстікте мысалы бір қазақ жоқ, өзге ұлт ауылдары бар, церковь қана тұрды, мешіт жоқ, церковь тұр. Қысқасы айтқан кезде келді, мешітіңді ашып жамағатыңды жаса, қысқасы жина жамағатыңды, без проблем. Маған солтүстіктегі қазақтың санының артқанына керек. Мен солтүстікке қазақты көшіру мақсатында жолында құмды да тасты да пайдаланамын. Қысқасы айтқан кезде шыны керек, істеңдер, келіңдер. Өйткені мен былай ойлаймын, егер шекарадан, қысқасы айтқан кезде, Құдай өзі сақтасын, ары қылсын, но бірақ енді сақтасын деп отыра бермейсіз ғой. Егер жау кіріп келетін болса, кім тәңіршіл, кім дінсіз, кім мұсылман, ол уж маңызсыз. Қысқасы айтқан кезде маңызсыз болып қалады. Сол себепті дәл қазіргі уақытта мына діни текетірес деген нәрсені бәрін мен өз басым өзім құптамаймын жалпы. Қысқасы айтқан кезде біз біріншіден қазақпыз, қан маңызды. Сенің бойыңда ағып отқан қан менде де бар. Қысқасы айтқан кезде ше. Қан жоғары тұру керек деп ойлаймын бәрінен. Менің пікірім осы мағынада. Енді осындай қаным таза қазақ
жанында қазақ дейтін азаматтар нені білген жөн осы тұста қазіргі қоғамда нені ескеру керек? Нені ескеру керек деген кезде ең бірінші дәл қазіргі уақытта біз бір-бірімізге туысқан екенімізді ұмытып қалған заманда өмір сүріп жатырмыз қазір біз. Көптеген жаңағы саяси мәселеде болсын, жаңағы діни мәселеде болсын да, қазір қазақтың жауы қазақ деген дүние шынымен кәдімгідей бет алып кәдімгідей көзге көрініп келе жатыр да, қысқасы айтқан кезде өршіп барады. Мысалы, ана Мұхтар Мағауин ағамыздың бір жақсы сөзі бар. Неміс екіге бөлінген кезде немістің жауы неміс деп ешкім шулаған жоқ. Кәріс екіге бөлінген кезде кәрістің жауы кәріс деп ешкім шулаған жоқ. Қысқасы айтқан кезде ше. Бірақ дәл қазақтың жауы қазақ болатындай не күн туды бізге? Дәл қазіргі уақытта мен былай ойлаймын. Мына жағымызда, шығысымызда айдаһар тұрған кезде Қытай миллиард. Мына жақта Ресей тұрған кезде аю сияқты. Ортасында біз дәл қазіргі уақытта бірлесіп қамдасуымыз керек. Бірігуіміз керек те, біз бір тудың астында жиналып, өйткені басқа да идеологиялық бізде бағыттар болуы керек. Тек қана діни бағыт емес. Басқа да идеологиялық бағыттар болуы керек деп ойлаймын бізде. Бізге бір маяк керек, шыны керек. Дәл қазіргі уақытта бәрімізді бір мақсатқа, бір жаңағы бағытқа апаратын бізде бір белгілі бір маяк болмай тұр. Қазақи идеология жоқ. Мен былай ойлаймын, мысалы, қарны ашқан адам, мысалы, кез келген дүниені жей береді де, қарнын тойдыру үшін де, мысалы. Сол сияқты одан да жаман рухани ашығу деген зат бар. Ал рухани ашыққан адам ол өзінің жаңағы кеудесін толтыру үшін ол кез келген идеологияны жұта береді де. Жаңағы діни идеология болсын, басқа америкалық, басқа бір идеологиялы болсын, бәрін жұта береді. Қысқасы, дәл қазіргі уақытта бізге керек нәрсе ол бір ортақ қазақы идеология. Мен ойлаймын, мен біраз америкалық кітаптарды көп оқыдым деген енді қолымнан келгенше оқыдым. Біз зерттеген кезде арнайлап зерттемейсің ғой, көзге түскен дүниелерді көресің. Сонда маған ең бір жақсы ұнатқан нәрсе мына америкалықтарда. Оларда мына америкалық арман деген зат бар. Американская мечта деп айтады өздері. Ол американский мечтаның қандай екенін ешкім білмейді. Бірақ әрбір президент, әрбір жаңағы бір шенеунік, мысалы, өзінің орнына, постына келген кезде айтатын сөздер бар. Мен халықты, америкалықтарды америкалық арманға жеткізем. Америкалық арманға бір табан жақындаймыз деп сөйтіп айтады. Қысқасы, 100 жылдық, 1000 жылдық бірдеңкеде маған сол позициялар ұнайды. Бізге де дәл сондай дүние керек. Мен мысалы кейде жатып алып ойланам. Дәл қазіргі уақытта бізге актуалды болып тұрған зат, біз бүйтіп қырқысып жатқан зат 150 жылдан кейін актуалды бола ма? Сен мысалы қазір 30-дасың. 150 жылдан кейінгі 30 жастағы жігітке дәл қазіргі біздің айтып отырған заттарымыз, біздің істеп жүрген істеріміз маңызды бола ма? Деген сұрақ болу керек бізде. Біз бір бағытта біз ойбай мәңгі өмір сүреміз, ойбай мықты Қазақстан боламыз, әлемдік тарихи сахнада орнымызды аламыз деген бізде бір ой бар. Бірақ оны жеткізетін бізде рычагтар аз, өте аз. Сол себепті мен ойлаймын, бізге сондай бір америкалық арман ба? Дәл қазір уақытта біз армандап жүрген затты 100 жылдан кейінгі қазақта армандайтындай бір өте бір мәңгі болатындай бір дүние қалыптастыруымыз керек деп ойлаймын. Және соған қарай ұмтылуымыз керек. 150 жылдан кейінгі қазақ бала ойланып, біздің 150 жылдан бұрынғы ата-бабаларымыз не затты армандаған екен? Қай бағытқа барған? Олар неге бұл бағытты таңдады? Бізде сол бағытқа баруымыз керек деген пиғылмен өмір сүретіндей болу керек деп ойлаймын. Ал және осы көш мәселесін таңдағанымда менің осы өйткені сол 100 жылдан кейінгі қазақтың, 100 жылдан кейінгі қазақтың біз ана кітабында болса да орнымызға алуымыз керек те. Біз не үшін істедік бұны? Біз шекараны не үшін бекітуге тырыстық? Біз неге қазақтарды көшірдік ол қарай? Неге? Солар үшін, болашақ ұрпақ үшін деп ойлаймын мен. Қысқасы осылай. Жақсы. Енді болашақта өзекті болатын тақырып, жалпы болашақта не болады, нені ескеру керек дегенді сұрадық. Енді осы шақта
қазіргі қоғам нені ескермей жатыр, назарға алыну керек мәселе тұста? Қай жаққа көбіне санамыз кетіп қалып жатыр және қандай мәселелер көлеңкеде қалып жатыр қазіргі қоғамда? Жеке пікіріңіз. Жалпы жеке пікір деген кезде, қысқасы айтқан кезде, мен ойлаймын да былай деп, бізде бір белгілі бір проблемаларды тек қана сол ғана проблема сияқты қылып көрсетуге бейімбіз біз. Мысалы, тіл проблемасы болсын, басқа да проблема болсын. Менде мысалы көш проблемасын ғана айтып сөйтіп жүре беруге болады. Мысалы, солтүстікке көш деген дүние ол өте актуалды дүние екен. Тіл мәселесі де сондай, басқа да дүниелер де солай, қысқасы айтқан кезде. Сол себепті шыны керек, бәр проблема шешілуі керек. Ретімен болса да проблемалардың бәрі шешілуі керек. Қысқасы жер проблемасы да шешілуі керек, тіл проблемасы да, көш мәселесі де, идеологиялық мәселе де. Сол себепті мен ойлаймын, әркім өзінің ісін бағанағындай мен басында айтқанымдай жанкештілікпен атқарсақ, қысқасы айтқан кезде өзінің ісіне адал болып сол істе түбегейлі жаңағы тасты су теседі ғой, тамшылап болса да, сондай бір тамшылап болса да, әркіміміз өзіміздің бақытымыздан таймай, өзіміздің дегенімізді істеуіміз керек деген пікірдемін. Қайты қалмау керек. Көптеген ағайындар бар, мысалы, менде кезіккен кезде біраз адамдармен сөйлесем, бауырым, мен де сен сияқты заманда ұлтшыл едім, осындай мәселелерді жүгіріп жүруші едік деген кезде мен тұрып айтамын да, аға, тек сен егер заманда ғана болатын болсаң, онда сен қазір ондай емессің ғой. Неге сен сол нәрсені түбіне дейін бармадың деген сұрақ болады менде. Сол себепті бәріміз бірдеңені бастадық па, нәтижесін шығаруға дейін, қысқасы қадалған жерден қан алуға дейін баруымыз керек. Сол кезде ғана біздің мына тіл мәселесі де, басқа да дүниелерде аса бір жақсы нәтижелерге жетеміз деген пікірдемін. Ой пікіріңіздің, жалпы 90 ауыз сөздің тоғықтай түйіні осы болсын ба, әлде бір қорытынды пікір айтасыз ба? 90 ауыз сөздің тоғықтай түйіні дейсің бе? Иә. Жалпы осы айтып келген мәселемізді түйіндейді. Жалпы бір күні бір алыс сахарадан бір ғұлама ғалым келе жатса дейді, анау жерде біреулер мешіт салып отыр екен. Соның жанына тас тасып жатқандардың жанына келіп, бір тас тасып жатқанын тоқтатады ғой. Сен не істеп жатсың деген кезде, мен тас тасып жатырмын деген екен. Екіншісін тоқтатып, сен не істеп жатсың деген кезде, ол айтты, мен осы жерде жұмыс істеп, бала шағамды асырап жүрмін деген екен. Үшінші тас тасып жүрген адамды тоқтатып, сен не істеп жатсың деген кезде, ол айтқан екен, мен мешіт салып жатырмын деп. Бірақ үшеуі бірдеңені істеп жатыр да. Бірақ ниеттері, көзқарастары әртүрлі. Сол себепті мен ойлаймын, бүкіл нәрсе ниетке байланысты. Не істесек те біз ниетіміздің неғұрлым ауқымдырақ қылып, егер өзіміздің ісімізді жасайтын болсақ, қысқасы айтқан кезде, онда өте бір жақсы нәтижелерге жететінімізге сенімдімін. Осы қазақтың дамуына, идеологиялық даму мәселесі бойынша, мысалы, көш мәселесі не үшін? Көп адамдардың көшіп келіп жатады бізге. Мысалы, біреудің ниеті осында келіп жаңа өмір бастау, біреудің ниеті аяққа тұрып кету, біреудің ниеті, қысқасы айтқан кезде, солтүстіктегі жаңа қазақы идеологияны арттыру, яғни патриоттық ниетпен келеді деген сияқты. Бірақ бәріміз бірдеңені істеп жатырмыз да. Ол солтүстіктегі қазақтардың санының артуы. Сол себепті қысқасы ниетіміз дұрыс болсын, ниетіміз алға қойған мақсаттарымыз дұрыс болса, қысқасы айтқан кезде бұл қазақтың басынан бақтаймайды деп ойлаймын. Көп рахмет Бурахан мырза, өзіңізге де сәттілік. Осы рахмет. Жауапкершілікпен алған осы қиын шаруаңыз тек ойдағыдай өтсін, жоспардағыдай орындалсын. Жалпы ісіңізге сәттілік сізге. Көп рахмет осы бүгінгі келгеніңізге, сұхбат бергеніңізге. Жақсы. Ендеше құрметті көрермен, біз де сіздермен қоштасамыз. Келесі жүздескенше аман, сау саламатта болыңыздар.